Достар, мынау биадрон. Көбісі сұрайды, биадрон деген не, оны не үшін ішу керек деп. Биадрон мынандай 28 монодозадан тұрады. Міне мынандай, әрқайсысын бұның бөліп, таңертең суға езіп ішесіздер, бір стақан суға. Бұның ешқандай дәмі, иісі жоқ. Бұл қоңыр түсті, кола сияқты болады. Бұл не үшін керек, не үшін ішу керек биадронды? Биадрон жасушалардың жаңаруына әсер етеді, иммунитетті көтереді, жалпы организмнің жұмысын жақсартады. Стресс тудыратын гормондардың өсуін тежейді. Және ерте қартаюдың алдын алады. Міне мынандай бір-бірден алып ішуге болады. Және де организмдегі өзара зат алмасуды жақсартады. На клеточном уровне дейді ғой. Сондай клетка деңгейінде бұл биадрон емдейді әр клетканы, мысалы ауырайын деп тұрған клетка, стресс болып жатқан клетка, соның барлығын емдейді, жазады. Бұның бір курсы 3 ай ішу керек, немесе тіптен вообще үнемі іше берсе де болады бұны. Биадрон ешқандай зияны жоқ, жанама әсері жоқ, побочный эффект дейді ғой, сонда ешқандай жаман әсері жоқ. Сондықтан биадронды күнделікті қолдануға сіздерге кеңес беремін.